Мінекей достар, келуші заправкасына келіп, соңғы рет заправкасына кетейін деп, онда да ана бонустарым бар ғой жинап қалған. Соған бензин алып кете қояйын деп келіп тұрсам, бензин жоқ дейді. Қалай жоқ? Мына пистолеттердің түрі мынау, біреу жасаса, біреу жасамайды. Тұрайыншы дұрыстап. Қазір ішіне кіріп өзім көзіммен көріп құлағыммен естіп шығайыншы. Сейчас заправщик, мына қараңыздар, пистолет бер жағы да жасамайды. Ана жерде екеуі жасамайды, төніп тұр, байланып тұр. Неменен. Целлофанмен байлап қойған. Осы енді келіске келсең, мінекей пистолеттер ескі жасамайды. 92 бармай десем, колонка жасамайды. Колонка жасамайды, пистолет жасамайды ма? Жасамайды, в общем. Жоқ дейді, ал керек болса. Келістен соңғы рет бонусына құйып алып кетейін деп күйледім. Келіспен қос жасайын деп. Ол да болмай алды ғой. Ал келістің жағдайы осы, мен келістен екінші жасамаймын ана бонусымды құйып алғаннан кейін. Осы жағдай, келістің шаруасы бітіп жатыр деп ойлаймын енді. Мынау пистолет біреу жасамайтын, мына жерде екеуі жасамайтын екен. Тағы да көрсетіп берейінші. Ол Алматы қаласы, Алматы қаласына келді. Екеуі жасамайды. Ажанда тағы не жасамайды, білмеймін, қазір көрсетейін. Мына жағында жасамайды, yani келіп тұрған жерде. Міне бар бензин, бірақ білмеймін, бірдеме. В общем, колонка жасамайды дейді. Осындай жағдай. Достар, ал күлеке. Не болды? Барған жерінде не жасамай қалған екен. Жаңа келіс өзі сондай бір, білмеймін, бұлар өзі жалайын деп жатқан жоқ екен, что-то мән бермей кеткен ғой нелеріне, жұмыстарына. Не ол? Жоқ дейді, бензин жасамайды дейді. Колонкалар жасамайды дейді ме, насос қызып кетті дейді ме, бірдеме дейді. Қысқа келіске барамыз ғой. Сол келісте бонусымызды алып аламыз ғой енді, қалай болғанда. Кездесіп алайын,